Қазақ халқының әрбір ырымына, тыйымына, салт дәстүріне байыппен қарасаңыз, кішкентай ғана дүниенің арғы жағында үлкен мағына жатқанын байқауға болады. Қазақтың ұл қызды тәрбиелеудегі даналығы мен мәдениетіне осы бір айғақ дәлел. Кезінде нәзік жандының барлығына дерлік қолаң шашқа сән беріп оюланған шашбау күмістелген шолпы таққан. Шашбау мен шолпы құрылымы жағынан шағын болып келеді. Шолпы өзара біріктірілген қозғалмалы бөлшектер. Құлпырма маржан тізбектерден, жартылай қуысына жалпақ селдір медальондардан күміске орнатылған түрлі тастан құралады. Ал шашбау болса шолпыдан ұзындығынан бағымен ерекшеленеді. Ол күміс шынжырдан немесе жіппен, жібек бауымен жасалып, маржан моншақтармен сәнді әшекей бөлшектермен безендірілген таспа бауладан тұрады. Шолпы шашының ұшына тағылатын болса, шашбау бұрымның түріне ілінеді, немесе шашпен бірге өріліп, бұрымға сән беріп тұрады. Сұлудың сәнін арттырып, салтанатын жарастыратын әшекей әрбір бұрымның бұрымнан табылса, бұл үстіне нұр болары сөзсіз.